Жақшылар ба жерлештер, эфирде сүрлі күнлі. Бүгін Құран айдың 8-ші күні вторник. Студияда Азель Байринова. Бұл күннің төс керек жарақтарыла танышып ектер. Совет Союзла эмдігі Арасей бейік жедімдерге жеткен, ченемели жан эмчілерді телекеге ачқан деп айтса жастыра болбоз. Анчадала офтальмология бөлікте. Мында ачылталар аз емес, чоқымдап айтсас, офтальмологияның аңлызы ол кижінің көзінің бүдімінле оныла қолбой бар жоқ оғырларды ширтері, анайдоқ емдері болот. Ачылталар керегінде айтса, бұл бөлікке жан изин Совет өйінің Арасейдің микрохирург офтальмологы, медицинаның профессоры, медицина билимдердің академиги Святослав Федоров артырғысқан. Ол көстөр эмдер сүрен эптүле чындық эмдеништерді ачқан кижи болот. 1994 жылда 20 чақтың ең жарлы офтальмологы деп чоттолып, ижи анаң бейік бағалалып жат. Жаңжыққанылы бұл күнде офтальмологтар конференцияларла симпозиумдар өткөрет. Анда бейік жедімдерге жеткендерді аңылап бойлоры ортоды ченемеліле үлешкілейд. Кезік көстөрдің төс жерлерінде ақча төлөбезінің консультацияларда өдөрі көп сабазында жақшынақ арға берет. Жейінді тергейінің солындарына көчөктөр. Нацүлөкерлерді бүдірері жаңы үрілдік жылға сұрғатуларды беретері. Терге жағаны Али Харахординге муниципал төземелер басшылары аймақтардағы айылға керегінде вкыз кемінде жетірділер. Олтоды жошқын иштерді тударыла сүре тақтары жанынан құш сұрақтар база көрілген. Горналтайыз қалада өрт шыққан ұчыралдар болбоды. Аялға бір тыш кемінде тұрады. Жаңыз ұрғын яғаштар берғанша службалары ижіне чаптығын жетірді. Өткен сұботығы тың яғаштан олам 3 тұрадан су тақтарына келішкен. Қоштай көрендіктері база суға алдырды. Мариесова орамындағы көп квартиралық тұрадағы бір айылға су кірген еді деп қала башқарысы жағаны Ольга Сафронова ашты. Жаңмыр Комсомольская қырда су қатықтың жолын шал жағаннан ару тағарына база чаптығын жетірет. Күн ай тұра бергешін Роспотреб шерту жақылтасын удатпай бүдірер істеп Ольга Сафронова темдіктеді. Тейіні бер істердің аялғасын алғашын бұл еш ол алғанша 7 күнге 5 крет айғылдар тұтылған. Жыл бағажын аңала 105 кіре, езі жоқ жоғыжаған іштер тұтылған болыр. Сүрeye ташаншылар сұрағы олы қызы бойынша артады. Қызыл өзік сервистеп тергелік оператор ижінде тотақтар ұшырайды. Сүре чүміш өйіндер тартылбай анчатыла төс қалада туыларды чоғынтылар жадат. Бүгін тергелік операторға жаңы башқара ачы тұрғызған үшін ижи жаранарына жаны жемді бар. Елбасшы Али Харахордин ішті жеткіл бүдіреріне не жетпей тұрған деген сұраға елдің өзі бізде техника жетішпей тұру. Бар жоқлы іштейдіз, теонысы чек жетпейдіру, қажы бірізі сынза, емесі ішшізі оғыры берсе, соғылығыр орына тұрғызар бірді арғачыдал жоқ деп қызыл өзік сервистеген өмірліктің башқара ачысы Арман Тастанбеков ашты. Қалаға қанды техника кереген пландағар, күніне 11 кірес іштері болса, те бары жүклі 6 болса, біз болы жарыс аларына ақша саларыз. Республика ичкері өзеді, те қаланың төстері сүрегі чомылған жадат, оны қана айдар. Емделі керекті техниканы табып шығарар, ezende жаңызын аларыз. Екі неделегі сүрeye тартыр ішті тұрғысын деп өй беріп жадым. Төс жер текші қалабыз, ару болар ұшырды деп терге жағаны ашты. Жаңы үредлік жылға белетеніш жағаны ажаруда. Министр Ольга Саврасова онша үредліктер сығынайдың бағажында беленде болар деп бүдімжіреді. Школдарыз шынықта жазарыла график ончасында бұзылбай барады. Онойдық аймақтар басшылары нацүллекерлер бүдіп тұрған жанын жетірділер. Бар түдіміштер башқару жағының тың ажарозында тұрады. Текші терге içinde өлің ежі башталып қалған. Ейлемчілердің темдектегенілі жыл жеңілдерінің емес. Кезік аймақтарда сула өскөні қомой. Қошағаш аймақ муниципал төзелмөді керектердің айы келер көрілмеді. Қош ағаш аймақта мал ашқа азырал белетер иш көндігіп, жеңіл емес аялғада өдөд. Бүгін бұ түрген түкей бүдірер ең қарулы іштердің бүрізі. Чабылған өліңді ертенгізіндейлі құрғай берзе жуынатып таштар керек. Мынды еп арғала кескенде жалаңда чабылбаған жер артпас деп айдарға жарар. Орто ейлемге 7-8 көлік өлің белетелет. Жетпезе қышқыда жемей сатып аларға кележір. Тургузай өйді аймақта 5 гектар жердің азырал белетелген. Қыраларда бүткен өлің былтырғызына көрі жақшы. Жа азырал жоқ артқады ейлемдер база бар. Өткен жылда жай күйгек болғын.
жаста тың карлаган. Кыш чөйлерде мал ашты тургуза азырарга да келишкен. Мынызы Кошагаш аймакка солун. План айынча 15 000 тонна азырал белеттер керек. Жалаңдарды сугарар иштер өйүндө бүтүрүлөт. Орой күзгө жетире мал аш жайым одордо жүрөт. Жемей азырары жаңар айда башталып, ай күннің аялгаларын аңулам күйік айга кезикте кичүү үзү айга жетире чөйүлөт. Onun үчүн белетилген азырал көп сабада жетпейт. Жанды да болсо Кошагаш аймак азыраган малдың 9-ы баштапкылардын 9-ында. 4-6 мыңнан көп мал ашка 16 000 тоннанан аз эмес азырал керек. Федерал программалардын болужыла аймакта эски кыра сугарар системалар жаңыртылат, анай доок жаңылары база тудулат. Бу жаланга су десе ол күн тайгалардан келген су бар, ол су келчет, анда десе жан котлован деп не бар, кошты жан су келчет, и кезикте суда жетпей каларга может, ого келчет, толчет, анан бу главный трассага кирчет, ол су келелеп, иштеп жаткан машиналарга давление берчет. И бизде жаш жок, мындай исүү күндөр болсо, биздин системада база давление иштеп болбойт. Жаштын иштин кийинен ол котлован толсо, бизде десе давление жетет, анан фрегаттар десе биздин өйүндө сугарып жерине жетет, айланып. 9 фрегат, 495 гектар жер, кажыла эдимнин узуну 500 метр. Күнүңле кыра сугарарына 100 тонна суу чыгат. Текши пукранан орто кеминде 5000 рулон азырал чыгат. Кажызыла 300 центнерден. Селенка райкратында 500 өлөн өскөрүп, каждый стамында бир катар бойлорстун. И жылдын жылга же бу экинчи жыл өлөн жакшы өсөт. Же садууга бу өлөндү өскүрчат, кем өлөн өспөн жерден улус мал ашына сельскохозяйственный элебегел өлөндү сатышып алчат. Бу сентябрь, августтун 20-нен ары кес баштар. База bir күч аялга ол сапсан, же олордың жетирип турган каршузы кемин өтпөгөнүн шиңжүүлөр көргүзөт. Быйыл план айынча 8919 гектар бою өзүп турган өлөң, 252 гектар көп жылдарга өзүп турганла 810 гектар жаңыз жыл өзүп турган өлөң белетери. Кадындагы заповедникте айылчылар келер төс жер ачылды. Узак өйгө төзөлмөнүн ишчилеринин амадузу бүткөн. Төс жерде учурлуу керектер өдөрү пландалат. Билим конференциялар үйрөдүүлерле Текши республиканын балдарына уландырылган мероприятиялар. 1991 жылдың Жануз айынын 25 күндө кадындагы заповедник төзүлгөн эди. Төс амадузы ар бүткенин баштамы тыш бүдүмүн корларында болот. 32 жашында база бир жансы. Мында айылчылар келер төс жердин ачылтазы база өттү. Бу айылды тударга болужун жетирген улуска буянысты айдып жетирип жадыз. Бу байрамга келген биздин көп жерлештерибиз келди, нөкөрлөрүбүз келди. Бу келгенине сүнүп жадыз. Жаңы тудулган айылда бизде жүзүн мероприятиялар өтөтөн жер болор. Көрөлөр, журуктардын көрөлөрү, фото көрөлөр, балдарлы уроктор, жүзүн базын туштажылар да анан өзгө мероприятиялар өдөр. Onun için bu vizit центр Көксуоздун алматысына жаш өскүрөмүнө, жан жаштууларына жан сый деп сананып турум. Билим конференциялар, балдарга мероприятиялар, албатлар ортодо семинарлар. Тоончозун өткөрөр жер төзөлгөн. Айыл бүдүмдү тепсең, заповедникле жантайын жилбилүү мероприятиялар өткөрүлүп турган же эмди аялга оннон да жарамыктуу болуп калды деп, корулуу жерле өмө-дөмө иштеп тургандар темдектейт. Талганчыл мероприятия бизде расширенный төстөргө өткөргөнбүз Катанунун музейинде. История, культура, быта села деген Андриян расширенный немец көргенбиз. Катунская заповедник Каматадиевна бизге кожо темир жүрүп, андай бийик эминде андай немес көргенбиз. Заседание көргенбиз. Мында дезе Алтай жылдын сурактарын көргөнбүз. Чүмжаңдар, сакральный жерлер жанынан, көлдөр жанынан, болчулар, арзан сулар берилинде, оны гана корулар жанынан астырандай общий окушубуз көргөнбүз. Бу заповедник Көксуоздун Катунская заповедник ошту жан ишип киришет. Олар выставкага турушат, бастыра бу аңгуш керегинде, Албаты жолунун жүрүмүндө коштугу панды сактарын жетиштирген болуш жакшы. Кадындагы заповедник ар бүткенин кору түзөлмө, төс иштеринин дозуна билим, ар бүткенге кичемел айылгаларлуу туризмле, жаш өскүрүмгө экологиялык тасқамал кирет. Корулуу жердин клубунан 400-тен ажыра балдар чыгып кезиги заповедникке государстволук инспекторлор кеминде иштеп келген. Заповедник экинчи айыл болуп калган. Мында ар бүткенле өмө-дөмө жүрөрине үйрөдөт.
Қадын биосфералық кемдүү ЮНЕСКО-ның объекти 30 жылға заповедниктің ишчилериле көп немедилген. Төсамаду олла бойы артат. Көксөз аймақтағы аңлу ар биткенде корулары. Була жуық өйді кежі бойын кичерінің күні болған. Ол бүгін тың керектүү бе, оқулу эжелері қанды. Бұл сұрақты Саша Конушева шертеп көрді. Қажыла киши бойының тыш бүдімін кичеп, яранып тият. Кемде дүзіндер өзімнен жазалған сүркүш кремдерла тузаланат, кемде жаңы самуды сула дүзін жунат, а кемде массажистерге жүрет. Те қажыла кишінің дүзінің дерези башқа болот. Кемде де килең, құрғақ, тюха терелі, үстелер, балулар чығарлы оның дөскі. Оның үшін қажыла дереге бойының кичейтен башқа парғалары бар. Біз сүр соғытшы емеліклі қожа елденға шығып, қанай долыс бойының тыш бүдімін кичеп тұрған ұқтыбыз. Сэр, мындай жараш бар етішті, нейінілі тұзылын театр. Корейская косметика. Третьим театр, кремка для умывания, потом крем. И там после умывалка, потом идет тоник, сыворотка и крем для увлажнения без полов. А если без ингердек, уже гидрофильное масло, потом снова крем. Все. Оның базы қанша үзе ұқыттың емі ол? Примерно айтсан, ер ұлысы айлар етірді. Қанайды? Қандай? Энемле, Бертран косметика. Ал не? Умывалкалар, маскалар и кремдер. Крем адырам бола. Үскен енелерді тұзалын театр. Крану суслау жүнтен все. Қандай тоник, моник, қандай? Ой, мен қарған күзді қади тоник-моник. Ане? Базелинден ла жүсі сүртеді базер тұрынге. Конечно, уход ичадырым, каждым жунун чадырым. Кремдер же мен андай немелер тусалам бидирам, конечно. Немедер кремдер же сүртін чадыр. Қандай крем? Қандай крем? Черный жемчуг. Черный жемчуг. Позане пенкаларла жунун чадыр. Кремле тузалам бидирам. Түклі су ба? Су бай. Ер ұлыс, онда немелер тұзаланар керек бе, жоқ ба? Ер кіші нелі бойын кичендер керек? Мен бұны ұлбоқты күшеп тұран бойын. Бажын сүркішеп тұран, жүзін керемдеп тұран. Стрижка, мрижка, там все. А сырсан сарол анайтыр керек бе? Ол кіші? Айса каждый же бойынша үйнен недер керек. Қаршыла кіші бойының алдында албатанарлы керек, жараш боларға. Жашы кандастыратса керек емелі. Мен билбезим андыз. Бамда кычында кучунда болбоону керемди. Так, эркишиден мен не думаю. Мен сансам етер керек. Менің қарындаштарым бар, которые уже ухаживают за собой. Қанайды? Менің қожа алы, қожа едіп, маскалар салған, анда қожа тұрған. Апросты өткөріп, оның ара епшілердің күн санасын көтірер, түш бүдімен жарандырар Эркеле Тойодованың студия жеріне келдіз. Жақшылар, телегөрүүчүлөр, бүгін біз Эркеле Тойодованың студиясына келдіз. Бүгінге құчын ермек бізде ол қанайды кіші түш бүдімін кішерін құчында жарыз. Терезіні қанайды суға адығын шеберлерін бізге емші дерматолог Алена Соколова құчында жарыз. Қанайды кішінің түш бүдімен жарандырарын бізге Эркеле Тойодова құчындар. Те ермек құчынды, жақшылар, ермек құчынды башты ектірбай. Қанайды бұл жайғы үйде кіші бойының суға адығын дірбе кішер керек. Терезінің суғадығын. Мұндай жайғы күнде ұлыс кожасын чеберлеп, көп су ичип, жақшы құрсақ дейп. Бұл қажды кішіде башқа терези, дүзінде терези бар. Чоқымда байтса де менде үстеліп лағалар бұл жайғы үйде. Оны қанайдар керек. Үч типла кожа кишинин бөлүнүп турат. Ол кургак кожа, сухой, то есть тылтырабай турат жайгы күндө. Экинчи ол комбинированный, ол кошмукталган кожа. Ол көп саба ол үс бул маңдай жанында, тумчук жанында, орыстап айтса ол треугольниктербе. Ол жерде больше всего мындай тылтырап жайгыда үсүнө чыгат. И үчүнчү ол уже более жирныйдер, орыстап айтса, алтайлап ол үстү.
ол уже үзе кишинин уже бүдүм эле үзе жылтырап жатагыда. Примерно 2-3 жастын тургунна уже кишинин жүзү мындай уже по всей поверхности мындай не бертирим жылтырап үз чыгат. Ол адди көп үс эмнени үчүн чыгып кетти? Ол ажам туран курсагынан камандыбайсы болсо низине. Кишинин терези дербе аталап функцию выполняет. Темди функциялар бар, ол как тынтран. Кожа ол как орган. Ол тынтят, көп функциялар выполняет туран. Обменный, себорегулирующий, дыхательный. То есть тайгыда кишинин кожасында, если под действием ультрафиолета күнүн чогуна добрак, тозун добрак, ол үзе оседает кожасын кишинин терезинде, жат үстүндө поверхности копится поросто. Onun үчүн кишинин терези жазап тынбай, сальные железы бар, ол забиваются, из-за этого кожный жир еще сильнее вырабатывается. Ол эмде анай чебер тударга кандай косметикалар тузалганар керек? Кишинин дезе терези бастыра ару чет болор, сугадыгы жакшы болсун дезе жакшы косметиканы алып чеберленер керек. Ол баштапкы өйдө пенкаларла үзе арутанар, экинчи незе дезе скрабированиялар эдип база арутарынары, үчүнчү ол дезе бул эмди тонерлер. Тонер ол биздин теристи эмди суулап, андай орустап айса влажный функцияны выполнить этет. Эмдезе бастыра эмди тональный основаларды иштетти көртүрсө, үзе олор дезе кишинин кожасын, терезин защитный функцияны чеберлеп жат. Жайгада күн дың чалып жат, күнүн чоктору кишинин терезин тип бастыра үзе үйрөп жат. Onun үчүн дезе тональный основаны база эдер керек, ненің үчүн ол как защитный функцияны выполнить жат. Те салансам кажыл акыстар оны билер, жаштан ала бул школдун да үйүнөн кажыл акыс киши буйнун кожасын чеберлеп жат. Кандай фирмалар жакшы, ол бул бастыра заграничный фирмалар бар, Мира, иштеп биздин российский фирмалар бар. Ол үзе кишинин кожасына индивидуально кажыла кишиге буй консультантлар база учундашып визажисттерле талдар керек. Бул жук күндөрдө биз Элдонго чыгып опрос эткенбиз. Анда биз эпчилерди де Эрдулстан сураганбыз, канайда буйнун түш будунун чеберлеп турганын, кичеп турганын. Анда көпсө бул Эрулус, олар денеле сула жолун балтыран, айса болсо же жаны болсо бул жит балдар же кремдан турган деп. Айдар да кыз кишинин ла эр кишинин нези башка бай. Башка. Менин үчүн дезе кыз улус дезе боюнун терезине косметиканы өзү сүртүп, өзү кишинин терезин уплотнение этип жат, орустап айтса. Эр улус сол дезе тегин чүклөп терезин дезе жунуп алчат, onun үчүн олордун терезинде неде андай лишний керек жок, немелер жок болчат. Олорго де база увлажняющий андай кремдер иштер баса бар, эр улуска пенкалар иштер. Же анайда ох үй кишинин терези орустап айтса больше подвергается андай нелерге, внешним факторларга. Ал нени улам? Гормональный фон, ол дезе послеродовый нелер пигментный пятналар иштер баса чыгып жат. Же онойдо ох питание, үзе неме кишинин терезиле колбу. Асер саданзар эр киши боюнун незин жүзүн чеберлер керекпи? Менде тузалына база пенкалар иштер же жарар, же неме андай тональный основалар эмес, конечно, а именно пенкалар, андай очищающий скрабированияны можно. Биздин Алтай улусту көрсөң айтат, если у киши боюнун кожасын чеберлеп, ондай косметикала пользоваться этсе, олар айтат, мен үй киши эмес, меге зачем это деп не. Но сейчас ондай ой, что надо деп не, что көп курсакта химия, что
всякие МДР иштерине үзе изине баштат, біздің организмде ол үзе кожада проявляется. То есть не деген, ол үзе кожада чыктат үзе проблема. Onun için и тиген курсаха надо должное внимание уделить и некие уходу тоже. Только самым лаймес. Я говорю, янче что ирулса хитранде тянсалдан да солла самын те тит балдар улчактар олар хитран и намнам де кремын сүрден турам да маскалар хитрам жүзүмет андай те солун тети. Те кажыла маскалар база ол не бойының незиле кажыла типке кургак неге бе жарар. Кажыл киши индивидуально көрө керек астра косметика. Кимдесе психолчунусты түгөзүп, кандай бу жайгы үйдө кандай орстапайса макияж ипшилер саларына бу телекөрүүчүлөргө көргүзүп ектирбе. Биздин моделиске мен көргүзүп берейин. Үй улустарга, кыздарга эмдики үйдө биздин мындай тилүү изүү күндөрдө кандай терезин, боюнун кожасын чеберлеп жарандырарын айтып берейин. Баштапкыла үйдө биз мындай Мира деп фирманын косметикасын алып тезе кожасты, терести арутар учурлуу. Баштапкы этабы бизде очищение кожаны арутары. Биздин тумчуктардын кырларын крылья носа орустап айтсачыма мындай жандарын жазаптара уголдарды арчып салар керек. Арчыган кийинде бизде экинчи этап идет. Мицеллярный суу. Мицеллярный суу бизде эми бул пенканын кийинде калган составты арчып жат. Эпчи улустун терези кожасы 3 типка бөлүнүп жат. Баштапкысы сухой кургак тере, экинчиси комбинированный кошмокто калган тере, үчүнчүсү үстү тере. Onun içinde кажыла кишиге боюнун косметикасы индивидуально солонуп жат. Пенка, бул биздин пенка, ол универсально баштап өзү бастыра кожага келишип жат. Үстү кожага, сухой кожага, комбинированный очищение болуп жат. Кургак тереге масло пенка. Силер эштендире жуунуп жатсар, жүзерди суула арута парчазар, бул масло пенкала массажный движенияларла кишинин жүзүн арчыйла, анан суула арутап жадар. Үчүнчү бөлүгү бизде тонер для лица. Ол дезе кишинин терези увлажненный, үлүш жакшы состоянияда болсун деп биз тезе тонерди обязательно тозаланар керек. Терени эмди арутарга прыщиктар, акне, пигментный пятналар болбосо тире мындай молочко жакшы келишип жат. Буларды айтпайсыз, потому что биз уже пенканы айтсаңыз, мына как обычно башкалардын алдында. Тонерди мындай кисточкала коло биз жүзүздө тутпай жатабыз. Эмне үчүн десе, биздин колубузда бактериялар бирде жүзөрдү коло сабарларларына тутпай жатар. Отдельный кисточкала көстөрүнүн алдында мындай нижняя века, верхняя века көстүн мындай кыптарын база сүртүп жатсыз. Тонердин кийинен база, SPF кремдер, CC кремдер. Биз жайгы күндө мындай жеңил макияж эдебиз. Onun үчүн дезе деген молочкола увлажнить жатабыз. Эми бул бастыра биз баштапкы этапты бөлүгүн эдип салганбыз, очищение, консилерлер өзү жасап салдыбыз, биздин өзү прыштарыбыз көрүнбесе тире. Экинчи бөлүгүндө биз уже крем талдап жатабыз. Кандай крем? Мен дезе мындай фирмаларды коруш жакшы көрүп жатам. Ол Pierre
Jazz деген фирма, Limani деген фирма, ол кремдер жакшы профессиональный косметика. Тайгыда биз тезе тональный кремди талдазас, жеңил, текстуралуу кремдер талдагар. Менин үчүн дезе чыгартында тышкары бизде үзү, биздин терегиз тынар учуру. Тональный кремди сүрткөн кенинде биз мындай спонжды чыктыда мындай үрүштеп салалы, бастыра мындай керек жок жанын спонжикла алып жатабыз. Баса бир керектүү неме ол бизде пудра. Пудра бизде мындай прозрачный пудра болчат, келген матовый болчат. Бул пудра дезе бизге керек неме дезе пастыра өзү сүрткөн тональный кремиз эч үзү күндө кайылбас этире. Пудранын кийининде биз дезе мындай скульптор деген неме. Скульптор ол дезе кишинин мындай керектүү кишинин жүзүнүн формасын жарандырайын, бастырандай чышталарын кишинин дыңыда көргүзөр этире сүртүп жатабыз. Кажыла кишиде боюнун цветотипи болуп жат. Анын үчүн дезе бул көзгө кыттарга эдетенжендерди биз кажыла кишиде индивидуально боюнун незине талдап жатабыз. Цветотипти биз бастыра кишинин тыш бүтүнүнөн талдарбыз. Калганчы биздин төгөндүрө макияжды божоткону ол дезе осты удуры. Эми биздин макияжыбыз мындай төгөнүп жат. Бул макияжды биз тойлорго, байрамдарга, эмне коюу жөгешке дегенде күндөрдө жарандарга жараш. Анайдох бугучун эрмектен көп тилбилүү боюнга алгады эйп сүмөлөр билип алдыз. Кажыла киши тыш бүдөмөн чеберлер учурлуу. Оны кичеп турзас поисттин күн санабыз бийик болор эмей. Саша Конышева, Азель Баринова, Амыр Елкачинов, Сүрлү күнгө. Жетирүүлерибиз түгенди. Студияда мен Азель Баринова иштедим. Эртеңге жетири жакшы болсун.